Мен бір кемі 100 мың. 200 мың беретін секілді деп ойлаймын. 150 мың, 200 мың сондай. Енді қаражат ақша тақырыбын қозғап жатырмыз ғой. Махыр мәселесі де қозғалды. Осы тұста бізде арнайы репортаж бар, кішігірім сюжет. Махыр туралы сюжетті бірге көрейік. Құда қаласа, махырдың да өз үлкен берекесі болады. Махыр мұсылма, муаджал, өзіңіз бір атап қойыңыз. Қанша махыр бересіз? Енді сырға берсіз, тақсаңыз да болады, жүзік берсеңіз де болады, білезік, енді алтында. Ол кесіліп қою керек қой. Алтын сақина. Алтын сақина деп отырмын. Ризасыз ба? Ризасыз ба? Ризамын деп отыр. Куәлер естіңіз ба? Алла разы болсын, қабыл болсын. Кейін кезде енді біздің қыздарымыз махырдың көлемін өте жаңағындай жоғары санап, жоғары айтатын болды. Сосын пайғамбарымыз сүннетінде Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан екен. Тұрмысқа шыққан қыздардың